Бүгін духовкада индюк аяқтарын дайындайтын боламыз. Алдымен керек заттарымыздың барлығын турап дайындап аламыз. Менде сәбіз, картоп және жуа болды. Индюк аяқтарын видеодағыдай пышақпен тесіп аламыз. Кейін үстіне дәмдеуіштерімізді қосамыз. Менде паприка, тұз, мед, қарабұрыш, чеснок, сұйық май және соя тұздығы. Жақсылап араластырып, кейін үстіне туралған овощтарымызды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін пешке салатын пакетімізге алдымен овощтарымызды, кейін үстіне индюк аяқтарын салып, аузын байлап, духовкада 1 сағат пісіреміз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын болды. Индюк аяқтары өте дәмді және сочный болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.